Ол енді ислам ұлы дін, ол өде, ол сөзсіз. Құдай ол адайып, пайғамбар жіберді, қатыге сараптарға. Ода қалмасын дейді. Өзінің таңдаған еліне, қазақтың еліне. Ешқандай өдесіз, өзінің баласындай. Баламен жұмыс беретін жұмыскермен өде жады болады, шарт береді. Ал әкемен балада ешқандай шарт жоқ. Бізге ешқандай шартсыз тәңірдені қазір тағында Бүркітбаев деген Әлімқұл деген шал шықты тағында сақтардың жазбаларын зерттейтін. Ол тәпті Құранды көрсетті. Сақтардың тілінде жазылған. Бірақ Құран 4-ші ғасырда жазылған. 2 ғасыр бұрын мына Құранның. Пайғамбар түскеннен кейін. Иә, Құдыс пайғамбардың Құраны. Мұхаммедтен 2 ғасыр бұрын. 2 ғасыр бұрын. Деген аяғында мынау сол Қырымның нелерінен, соның түбектен сол жердегі таныс адамдары келіп, оған енді сақталған бір не оралма, сондай ескі. Соны сыйлық қып берді. Бізге керек жоқ, сіз зерттеушісіз енді ұлттық мемлекет, қазақтың жері. Мүмкін сендері керек өте, сол қағазды сон бере салыпты. Қағаз емес, беден жылқының несінің терісінен. Пергамент сияқты. Бірақ жылқының терісі. Оны батыс халыққа қосайын десе, жылқының терісін илейтін только сақтар білер екен, только түріктер. И только түріктерде сонша көп жылқылар бар. Оны терегі жіберуге. Ал бұрынғы нелерде атын, жер жылтатын атын пышаққа, астыққа жіберуге ешкімді батпайтын. Сонда ол сөзсіз. Оның технологиясы, қалай еленгені, қалай боялғаны, несі бояуы, жазбаның бояуы бәрді. Бәрі зерттеуге салынғаны сөзсіз. Ешқандай қазір химия түртіп қосылған жоқ. Жүрген бәрді түсу. Бірақ солардың тілдерін жазылған, е? Түркше. Түркше. Сонда бәріміздің несі де басқаша болды. Қазақ деген ол қаздан емес, ол қазсақ екен дейді. Соның ішінде қазсақ дейді. Сол кітаптарда жазылған Иса пайғамбар 12 жастан 30 жасқа шейін осы жерде, біздің жерде, қазақтың жерінде аты кім еді сол шағдың қолында өскен екен дейді. Осы жерден ол Индияға да барған, Тибетке де барған жақын ғой. Караванный жол мынау. Қалай дейді анау? Керуен жолы. Керуен жолы. Жібек жолы ма? Жібек жолы емес. Жібек жолы, ашық жол, магистраль. Содан барған сол кітапта жазылған соның несін. Деген ол зерттеп тағында анау күлтегенің тастарын басқа сөзбен шығарды оның жазбаларын. Бәрді анау жазбаның бәрізде, әсіресе анау аударма анау кім еді? Дачанин соның. Хансеннің. Бәрі де дұрыс емес дейді. Бәрі дұрыс емес. Бәрі басқаша. Соның енді талай не шықты, сондай жанжал. Әсіресе біздің молдекеңдер, бұл айтады, келіңдер. Бәсекеге келіңдер, мен дайынмын, әрқашан дайынмын. Ол екі докторский несі бар екен. Біреусі филолог, біреусі тарихшы. Шау, сондай жұлпың, шау, қара несі. Соның да не талай нелері шықты, сөздерінен талай жанжал шығып жатыр. Аға мына қас сақ дегенде, қас деген қазақта мынағы шын, нағыз дегенді білдіреді. Қас жүйріктің белгісі шашасын сорға малдырмас дейді. Нағыз жүйрік. Сонда бұл нағыз сақ деген сөз бе? Нағыз сақ деген соны. Қас сақ. Қас сақ. Оны бәрді көнген, қазір бәрі түрк дүниесі, бәрді бағынып, нағыз көне тілде, тілдің мағынасы да, мәдениеті де, анау қобызы да бәрде сақталған, өрнегі де, бәрде қазақтар сақталған екен.
түріктер вообще жоғалған. Олар батыстың несіне әбден беріліп. Басқа халықта қосылып кеткен көбігін, анау ирандықтың несі, мәдениеті, арабтың мәдениеті, сонда несі, солтүстік адамдардың несі кірген, нағыз орталық дейді, рухани орталық, мәдениет орталық, қазақтың жері дейді, қазақтар бәрін сақтап отырған түріктің мәдениетін. О да үлкен бір мағына түсінік. Талай-талай сонда сол шалдың бір 2-3 айда бір рет шығады телевизорда. Сол шалы? Иә, сол баламыз. Талай-талай немен айтады, мен сыйлаймын. Бірақ ол бөлді. Қазіргі мұсылманда біреусі мұсылман, біреусі ислам дейді. Мұсылмандар ол енді Құдайға берілген адамдар дейді. А ислам ол мынау Құранға сыйынған дейді. Оның көбісі дұрыс емес дейді, көбісі оның түсініктері. Содан қазір енді мемлекет абыройланады, енді қорқады ислам мәдениетіне, ислам несіне қарсы болуға, біріншіден. Ал екіншіден мынау кітаптарын, ол бәрінде енді ақырында ол кітаптардың бәрін өзі қолына алып алды кітаптарды. Біреусі Америкада жатыр екен, біреусі Германияда жатыр екен. Нағыз бағалы сол анау оралма жазылатын. Тәп көне несімен жазылған, ішінде таяқ, оралған үлкен мынандай. Оны анау сақтардың ұрпақтары өздері сыйлыққа берді. Сізге керек. Оның жазбасы әлі ашылған жоқ. Ашылған жоқ. Бірақ оны қазір барып алуға болады. Сен ертең бар, анау неге қазақ батырларының редакциясы, телефоны бәрде бар, оның кітабын сатып алуға болады. Қазақша жазылған. Сол редакцияда сатылады. Қарттың ба? Иә, сол қарттың. Бар ол. Ондай не анықтама. Оны обязательно алып кету керек. Ол жердің енді қазақтардың көзін ашу керек істен. Біздің ғалымдар уже сөзсіз бәрі соған көшіп жатыр ақында. Ода менің сөзімді қайтарып жатыр. Біз рухани бай қалыппыз дейді. Қайталап жатыр? Иә, бізге бөтен діннің керегіне. Байға біреудің қалтасынан бір тиынның керегіне, иә. Түкке жарамайды. Біз рухани баймыз дейді. Өзіміздің дініміз бар, өзіміздің енді Құранымыз бар. Сақ тілімен жасалған. Өзіміздің әдеттеріміз бар. Сонда мынау қаж деген сөзді содан шыққан екен дейді. Қажы ма? Қажылық деген. Қажылық деген исламда жоқ дейді. Жоқ. Қажылық сонда, қажылықтың сонда бір айы бар, оған түссе өтіп кететін. Ол қазақтың айы дейді. Ол қазақтың айы. Бөлінген. Сол көшеді ғой қажылықтың. Нағыз қиын уақыт ол жазда болғанда. Ал қазір нағыз жеңіл уақыт келсін. Қыста барады. Қыста барған сонда 20-30 градус. А шілдеде бар сонда не болады? Қыста сонда Арабияның өзінде 30 градус ыстық. Ыстық сонда. Оны көрдік қой мен. Тір жалаңаш, яғынан ихрам киіп жүрген жүгірді. Жазда онда 50 градус қой. 50-60-ға шейін жетеді. Қазір олар фонтандар ағып тұр, былай не сағып тұр. Сонда да онша не емес дейді. Нағыз сонда ақпан айында бардық. Құрбан айда. Сонда ол айтады, бізге керегі. Талай тағында талай нелер, түсініктер, олар бізден көшіріп алған сақтардан дейді. Ол сөзсіз дейді. Сөзсіз. Оны обязательно зерттеу керек ол кітапты. Собаны сақтың қазақ жазған ба, түріктер қазаққа не істеген, сыйға тартқан, е? Иә. Соның ұрпақтары, сол жерде сақтың, оның несі, ол шалдың бір енді қасиеті, ол өз аяғымен барып, сол Саки деген сол жерде бір поселок бар. Крымский түбекте, полуостров дейді. Сонда Саки деген, тәп сол сақтың атағы екен. Ол неден ешқандай тілге қосылмайды екен сол жақта. Барса, олар не татар емес, крымский татар емес. Не басқа қалыпты, біз сақтарымыз дейді. Сонда әйтеуір әбден таныс болып, олар кітаптарын көрсетті. Бір кітаптардың ішінде әліппесі бар екен.
Ал әліппесін түсінген кейін бір кітаптарын оқып шықты. Бір кітаптарын. Сонда әліппесінің бәрі де, сонда күлтегінің тастары бәрі де басқаша дейді. Бәрі де басқаша, дұрыс емес дейді. Сонда үлкен нелер бар. Біздің ұрпаққа күлтегінің тастарына жазылған дейді. Оны қазір айтуға болмайды дейді. Айтуға болмайды. Үлкен. Содан қазір молдекеңіз біздің бірнемені шығарып жүрген кене келеді, Нұрқайғымар сияқты анау келеді, мынау келеді дегенде. Сонда мүмкін сонда да жазылған шығар да? Жазылған шығар. Сол кітапты барып алу керек. Сол кітапты барып алып, сол кітаптың ішінде бар ма? Бар, оның бәрі ішінде бар. Аударылған, бірақ жай сатылмайды енді оған налог анау. Соның иесі болған қазір анау қазақ батырлардың иесі шығармасы. Менің кітабымда бірнеше болды ғой, сол қазақ батырларының шығармасы, сол қазір сол кітапты сатып отыр. Оның обязательно Жәнібекке сол алуға апарып сөйтіп зерттеу керек. Сонда бәрі қазақтың сөздері бәрінде түпкі мағынасы бәрі де сонда жүріп жатыр. Сонда менің онда қателеспен екен дұрыс. Ода сөз жетеді. Өз ұлы халықпыз дейді. Өз рухани жердің нағыз байғалықпыз дейді. Тәңірдені бәр діннен бірнігі монотеистический дін келген сол Тәңірден дейді. Енді қайтадан сол Тәңірденге оралып келе жатырмыз дейді. Енді бұлай ашық жаман сөздер айтуға қисетті кішкене абырайлады енді. Қадір енді. Ислам қадір, ислам қадір, фундаментализм, мынау бұл. Түрік, немесе христиандар болады ма? Немесе үнділер, солар өздерінің буддада, өздерінің білімдерімен жүрсе, ол тығырық. Любой дін, басқа дінді қабылдамайтын дін, ол тығырық. Бәр дін, бір Құдайдан шыққан, бір Тәңірден.